Сәлем, менің есімім Жұлдыз, жасым 22-де 2001 жылғымын. Және сұлулық саласында жүргеніме, яғни кірпік саласында жүргеніме уже 6 жыл болды. Және өзімнің тәжірибем жайлы сіздермен бөлісетін боламын және сіздерге үйрететін боламын. Егер де менің каналыма тіркелетін болсаңыздар, өкінбейсіздер, себебі өте құнды ақпараттар болады. Және кірпік жайлы ғана емес, болашақта тағы да басқа өте күшті лайфхактар болатын болады. Сол үшін маған тіркеліп кетіңіздер және маған комментарийға не білгілеріңіз келеді жазсаңыздар болады. Және колокольчикті басуды, лайк басуды ұмытпаңыздар. Егер сіз стрелканы нағыз лис эффекті ұнататын болсаңыз, онда L изгиб жасатсаңыз болады. Мұнда сіз көріп тұрғандай көзі открытый домалақ қыз. Мен бұл қызға L изгиб жасайтын боламын. Және де не только көзі открытый домалақ қыз, және азиат қыздарға өте қатты жарасады. Және мен таңдаған длина ол 7-ден бастап 12-ге дейін. Сіздер даже оны қосатын болсаңыздар, вообще күшті болады. Және толщинасы 0,1, объемы 3D-4D. Бұл жерде өзгерген момент ол только изгибі. Яғни изгиб ол английский әріптегі L деген әріп бар ғой, кішірейтілген түрі. Вот сол сол әріп сияқты жасалынған изгибі. Мұнда көріп тұрғандарыңыздай, мен микс палетка таңдаймын. Себебі микс палеткада 7-ден бастап длина болады, маған сол ұнайды. Және де L изгибті біздің Қазақстанда көп адам қолдана бермейді. Сол үшін микс палетка алғандарыңыз өздеріңізге тиімді. Және де толщинасы 0,1, объемын 3D-4D қылып жасағанмын. Және де маған керек ол обязательно ол пинцет. Пинцетпен авиталь қолданамын. Және расческамен постоянно тарап отыру керек. Когда вот L изгибті тараған кезде де вот аккуратно тарау керек, потому что L изгиб жанға қарай қисайып тұрғаннан кейін сіз құртып алуыңыз мүмкін. Және де бізге керегі ол клей, Ромео мен қолданамын постоянно. Осымен қанша жыл болды осы қолданып келе жатқаныма. Және колечканың ортасы осылай бөлінген мен қолданамын. Және де сіздерге де осыны совет беремін, потому что өте экономичный. Өздеріңіз мұнда көріп тұрғандай мен кірпіктің үстінен қойған болатынмын. Кірпіктің астынан жанынан қоймаңыз. Склейка, отслойка болуы мүмкін. Сол үшін осылай кірпіктің үстінен қоямыз. Және лис эффект осы L изгибі более стрелка сияқты болып жасалынғаннан кейін сіздер кірпікті қисайтып қоймаңыздар. Кірпіктің линия бойынша қойыңыздар. Сонда өзі соңында өзі стрелка болып шығады. Бірақ кірпіктің формасы бойынша қойыңыздар, қисық қоймаңыздар. Бүгінгі айтылған ақпараттар егер де сіздерге ұнаған болса, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Себебі бұдан да кейін өте құнды ақпараттар болатын болады. Және колокольчикті басуды, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де комментарийға не білгілеріңіз келеді, соны жазсаңыздар, мен сіздерге міндетті түрде жауап беретін боламын. Және де менің арманым бар, 10 подписчик жинау. Және сол арманыма сіздер мені поддержать ететін болсаңыздар, мен өте қатты қуанышты болатын едім. Және рахмет айтар едім. Подписаться етуді ұмытпаңыздар. Всем пока!